IELTS-та listeningде 11 мен 16 сұрақтарды жақсы балл алу үшін 11 мен 16 сұрақтарды map деген сұрақтар басылады. Мына сөздіктер міндетті түрде білу керек. North, East, солтүстік, шығыс. North, West, солтүстік, батыс. South, East, оңтүстік, шығыс. South, West, оңтүстік, батыс деген біледі. North side дейді. Солтүстік жағында дейді. Солтүстік бетінде, East side, шығыс бетінде, шығыс жағында. West side, батыс жағында. South side, оңтүстік жағында деген сияқты. Енді heading east дейді. Heading east, шығысқа қарай бағыт алу. Heading east. Енді heading east деген, heading east, шығысқа қарай бағыт алу. Slightly west of, кішкене батысқа қарай. Just south east дейді. South east деген оңтүстік, шығыс. Just, кішкене, just дегенде тоже кішкене деген. Кішкене оңтүстік, шығысқа қарай бағыт алыңыз деген сияқты. Одан кейін сөз не? Не, жақын деген сөз. Жанында деген сияқты. Екінші сөз first turning, бірінші повороттан, бірінші повороттан бұрылу, turn, бірінші несінен шықса бұрыласын деген сияқты. Second turning, екінші бұрылыс, екіншісінен бұрыласын деген сияқты. Third turning, үшіншісінен бұрыласын. On the left, сол жағында. Straight ahead, тіке алдыға деген сөз. Straight ahead, алдына go қоятымыз, go straight ahead болады. Тіке алға қарай жүріңіз деген сияқты аударылады. Осы картамен жұмыс жасаған кезде, қалаға барған кезде сізге осылай гейдтер көмектеседі.